Содан кейін әлі есіңде ме, бір ауыл, білмеймін қай бір ауылға барып едік концерттен. Ол кезде енді біз домбырамен айтамыз, сосын кейін эстрадамен айтамыз. Сол эстрадаға өзімізше би тауып, өзімізше билейік деп сахнада қоқиып тұрмай билейік деп өзімізше бір би тауып, ол бидің секіретін жері бар жаңағы. Жаңағы ортасына пробеж келгенде аспанға секіреді. Аспанға секіреді. Үшеуміз бірдей секіреміз, бірдей секірмейміз. Біреуіміз былай секіріп, біреуіміз былай секіріп. Сөйтіп секіріп тұрған кезде ана ауылдың ана несі, ол кезде ескі ДК ғой, ДК-ларына полдар дейді, майыс амортизация дейді. Жаңа түскен кезде лақтырып жібереді деп болсын. Сөйтіп тұрған кезде артымызда тұрған домбыраның біреуі құламай ма керек. Сәкенің домбырасы құлап түседі. Сәке секіріп барып домбыраның үстіне екі аяқтан топ ете түскен. Бырт ете түскен. Ой, ол кезде домбыра тауып қойған ғой. Ішіміз жаман ашыды ғой. Содан бері біз дегенді қойдық. Бидің пайдасы сол кезде домбыраны сындырдық. Домбыраны сындырдық. Содан бері билеуден қорқамыз ғой. Тағы бірдеңе сындырып жүреміз ба, қойшы. Билемей-ақ қойшы. Қайта пол сынбағанды.